Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін мерекелік өзіміз түскі ас беш бармақ істеп жейік деп тез обедке ет тамақ дайындадық. Бүгін кешке қыздармен өзімізше кафеге шығатын болғаннан кейін обедте асайық дедім. Өстіп шолдап жүріп обедтерімізді беріп дайындап алдық. 8 мартқа кім қандай сыйлық алды? Мен өз басым күйеуімнен ешқандай сыйлық алмадым. Өзі аман жүрсе подарка демекші, солай құтылды енді. Осылай тез обедімізді ішіп алдық. Менің жолдасым етті турап, ағаш астауға салып апардық. Алматыдан ауылға қарай сіңілім келген. Соларды да как раз тамақтың үстіне мақтап жүрген тамақтың үстінен түсіп, обедті асып, бұйырған асты ішіп, ауылға қарай жол тартты. Енді тамақ деген сочный оңай күшті қып жеп алдық. Бір жаққа барсаң, тойға барсаң тойып бар демекші. Осылай шақырту келді. Осылай кешкілік кафеге қыздармен жиналып қалған жайымыз бар. Бірақ танысполдары кеш қосылды. 11-де біз уже 11-ге дейін уақыт келгенбіз. 11-де қайт дегесін естес уже біз шығып баратсақ 11-де қосылып жатыр ғой би. Керемет кеш болды. Осылай өзіміз керемет көңіл күй сыйлап қайттық. Сіздер мейрамда не істедіңіздер?